Баршаңызға сәлем, менің алтындарым. Бүгін сіздермен бірге осындай тауықтың сорпасын бірге дайындайық. Қазанымызға салқын суымызды құямыз. Одан кейін тауықтың төс етін немесе сан етін осылай салып алатын боламыз. Видеода көрсетілген барлық мөлшерлер видеоның описаниесінде жазылып тұр. Сол жерден қарап таныссаңыздар болады. Осы кезде жанып тұрған отымызды қатты қойып бір қайнатып аламыз. Сол кезде көпіріп, осындай көпірігі шығады. Соны міндетті түрде сүзіп алуымыз қажет. Себебі бұны сүзбесек, осы қазанымыздың шетіне жабысып қалатын болады. Осы кезекте біз жуамызды осылай бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Не қатты жұқа да, қалың да етпей, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, жаңағы қайнап тұрған сорпамыздың үстіне бір салып араластырып аламыз. Қазанымыздың астын жай қойып, қақпағын жауып қоямыз. Келесі кезекте картопымызды осы видеода көріп тұрғандай етіп, не қатты ұсақ етпей, не қатты үлкен етпей, орташа осылай кубиктап турап шығатын боламыз. Пісіп жатқан етіміздің жанына осы картопты салып, газымыздың астын қатты қойып, бір қайнатып аламыз. Сол кезде осындай өте дәмді бізде сорпа пайда болды. Ешқандай артық қоспасыз өте дәмді сорпа пайда болды. Ас болсын, жасап көріңіздер. Мені қолдап лайк басып кетулеріңізді өтінемін.